Жолға шыққандар діттеген жерге жете алмай дүние салып жатыр. Айналасы бірнеше күнде 3 ірі жол апатынан 9 адам қаза тапты. Жаға ұстатар жайсыз оқиғаның бірі кеше тіркелді. Жүк көлігінің тіркемесі жолындағысын жайпап, екі көліктегі 4 адамды о дүниеге аттандырған. Тағы 2 оқушының демі көлікте үзіліп, біреу ауруханада жан тапсырды. Қазақстан жолдарындағы қаралы статистика тағы көбейді. Адам айтса нанғысы жағдай Ұзынағаш ауылы маңында болды. Трассадағы көліктерді жайпаған тіркеме жүк көлігінен ажырап кеткен. Сөйтіп қарсы беттегі қос бірдей темір тұлпарды талқандады. Ауыр соққыдан 4 адамның мәйіті жан-жаққа шашылыпты. Батыс бағытқа бара жатқан прицеп шығыс бағытқа встречке келіп ұрылған. Сонымен қатар екінші легковойға келіп тиген, құлаған кезде легковойдан жарақат алған адамдар бар, жеңіл. Жол бойында демдер үзілген жандардың бірі небәрі 13 жастағы жасөспірім. Қапияда көз жұмған өрімдей жас пен өзге марқұмдар. Апат салдарынан оқиға орнында 4 адам қаза тапты. Оның ішінде Джили көлігінің жүргізушісі де бар. Қазіргі уақытта жан-жақты тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталуда. Осы өңірдегі тағы бір сұмдық жол апаты Еңбекшіқазақ ауданының аумағында болды. Ауыл маңындағы тас жолда бірдің қырсығынан 2 адам қаза тапты. Апатта қымбат көлікті тізгіндеген ер адам алдына қара салдырмай, басты жолақтағы жүргізушілерге жол бермеген. Нәтижесінде өзі жеңіл машинаға барып соғылған. Заң бұзушы отырған темір тұлпардағы 4 адам мен жүргізуші жарақат алып дәрігерлерге жүгінген. Ал қатты соққы алған машинадағы 2 адам аурухана төсегінде қайтыс болыпты. Жол көлік оқиғалар салдарынан Kia автокөлігінің жүргізушісі мен жолаушысы медициналық мекемеде көз жұмды. Аталған көліктің тағы бір жолаушысы, сондай-ақ Cadillac көлігінің жүргізушісі мен 4 жолаушысы ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта қажетті сараптамалар тағайындалып, айғақтар жиналып, оқиғаның барлық мән-жайлары анықталуда. Жүргізушілерді жол жүру ережелерін қатаң сақтауға, жолда мұқият және жауапты болуға шақырамыз. Ал Іле ауданында оқушылар көз жұмды. Ата-анасы шырт ұйқыда жатқан кезде көлікті айдап кеткен жасөспірім 3 досын отырғызып трассаға шыққан. Тізгінге ие бола алмаған бала ағашқа соғылған. Өзі де бір жолаушы да оқиға орнында жан тапсырған. Тағы біреуі ауруханада дүние салыпты. Алдияр Айтбаев, Еуразия бірінші арнасы, Алматы облысынан.